Сәлем достар, сіздерді Алима Дулат қызы каналында, осы каналда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Және де осы видеода мен сіздермен бірге 2021 жылы не тренд болады, 2021-де қалай инстаккаунтымызды, ютубымызды, тиктогымызды қалай дамытып алсақ болады, сол жайлы әңгімелеспекпін. Бірақ та осы видео басталмас бұрын алдымен каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар, өйткені мен сіздер үшін тырысып пайдалы ақпараттарды тегін айтамын. Яғни осы каналымда мен ютубта қалай подписчик жинаса болады, инста арқылы қалай табыс табуға болады, қалай подписчик жинауға болады, және де тиктоктың қыр-сырларымен тегін бөлсем, яғни видеолар түсіремін. Сондықтан да видеолар жиі шығады. Сондықтан міндетті түрде подписка жасасаңыздар. Ал подписка жасасаңыздар, кеттік. Ал 2021 жылы не тренд болады? Біз нені қолдану арқылы танымал болып подписчик жинап ала аламыз? Яғни қазір 2020-ның күзі болса да, уже 2021-де не актуальны деп сіздерде қарап отырған боларсыздар. Яғни мен 2021-де не актуальны болатынын қайдан білемін? Яғни трендтер арқылы білем. Трендті адамдар пайда қылады, және тренд тез келіп, тез кететін дүние. Сондықтан да уже ол тез келіп, тез кететін болғандықтан қазірден бастап 2020-ның күзінен, өйткені қыс бітеді, содан кейін жаңа жыл басталады, 2021 басталады. Сондықтан қазірден бастап бұның началасында сіз жасап үлгерсеңіз, онда сіз міндетті түрде подписчик жинап, аудитория жинап ала аласыз. Қазір начало болып жатыр, және де оның пигі 2021-де, яғни сол жаңа жылда болады, шыңы. Ал енді уже қыс біткеннен кейін, уже көктем басталып жатқан кезде ол тренд аяқталады. Яғни даже сол жаңа жыл кездерінде осылай танымал болып, трендке ілесіп қала аласыздар, сондай мүмкіндік өте көп. Яғни сіздерге қазір мен 2017-де де, 2018-де де, 2019-да да, 20-да да, 21-де де тренд болатын нәрсені айтқым келіп отыр. Яғни бұны білетін боларсыздар. Но қайтадан еске салғым келіп отыр. Яғни бұл шынайылық. Яғни сіздер өз оқырмандарыңызбен тілдесіп шынайы болатын болсаңыздар, әрине де сіздердің оқырмандарыңыз көбейетін болады, оқырмандарыңыз сіздерді жақсы көретін болады. Біріншісі ол шынайылық. Және де екіншісі бұл сторис маркетинг. Оны сторис мейкер қылып, әртүрлі қылып атайды. Яғни 17-тен бастап 2020-ға дейін говорящая голова қылып, яғни только басымызбен сөйлеп, ешнәрсе жазбай стористерге солай стористер түсіре бердік. Мен де түсіре бердім да. Но 2021-де ондай говорящая голова стористерді ешкім көрмейтін болады. Әрине, сторис өте дамайды, сторис просмотрыңызды арттырып ала аласыз. Но говорящая голова стористерді түсіретін болсаңыз, онда просмотрыңыз одан да төмендейді. Яғни бұл 2021-дің өте сондай табыс алып келетін онлайн мамандықтарының бірі ол сторис маркетинг. Яғни блогерлер, әртүрлі магазиндер сторис мейкерлерге, яғни күшті қылып, адамдарды привлекать ететіндей қылып сторис жасап берген үшін ақша төлейді. Яғни сторис мейкерлер вообще күшті ақша тауып қалады осы 2021-де. Одан кейін де креативті күшті монтаждалған стористер тренд болуы мүмкін. Егер де сіз сторис мейкер болып табыс тапқыңыз келсе, онда 2021 сізге өте жақсы жыл болмақ. Яғни сторисіңізді әрлеп үйреніңіз, яғни сторис просмотрыңызды көбейткіңіз келсе. Келесісі бұл, яғни ютубта да, тиктокта да, инстада да конкуренция өсіп жатыр, өйткені карантин кезінде көптеген блогерлер пайда болды. Және де конкуренция өсіп жатқандықтан контенттің сапасы да жоғарылап жатыр. Яғни 2019-да андроидта да түсірген видеоларды сала беруге болатын еді, ютубқа, инстаграмға да. Но енді 2020-да айфонға түсірілген видеоларды салу керек болды. Яғни адамдар контенттің сапасына мән беретін болды. Ал енді 2021-де енді профотолар, яғни парақшаңыздың әдем болу үшін адамдар тіркелгенін қаласаңыз, онда сіз профотолар, профкамерамен, профвидеографпен видеолар түсірсеңіз, онда өте жақсы кіреді. Яғни сондай тренд, яғни осындай профотолармен контент жасау 2021-де тренд болмақ. Ал ең соңғысы өзгешелік. Өзіңіздің бойыңыздан бір өзгешелік табыңыз. Баршаңызға сәттілік. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.